Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Әскержанның ағасы. Соғыс бітті. Соғыс біткенін кеңсе басына барған атам айтып келді. Осының алдында ғана найзағайлы қалың нөсер өткен. Жаңбыр түнере келіп, сабылай соғып, күрт ашылды. Жер сыз, шөп дымқыл, күн ащы, шуақ, жарық. Көп ауыл аталатын, жайлауға жапсарлас қонған 4-5 шаңырақтың бас көтерер үлкен кішісі тегіс біздің үйге шақырылды. Топтанған жиын атаулыдан қорқатын, үрке үдірие келген жұрт атамның қабағы жадыраңғы екенін көрген соң, онша жаман хабар болмасын аңдап, байсал тапқан. Соғыс бітті деді атам ауыр күрсініп. Бітті, 40 жылғы қырғын. Ауыр тыныштық орнады. Енді не болады? Деді әлдегім жасқаншақтай сөйлеп. Енді атам ұзын, буырыл мұрты жыбыр етіп, ақсия үнсіз көлді. Енді аман қалған азамат тегіс елге қайтуға тиіс. Өзі анық па? Ұзын құлақ алып қашты, хабар емес пе? Деді Райымбек шал. Анық деді атам, кеудесін кері дем алып. Радиодан да айтыпты, газетке де жазыпты. Бұл соғыстың бітуі анық. Бірнеше әйел қатарынан өксіп жылап жіберді. Құлыным. Өлгенге иман, тіріге ғұмыр берсін деді атам. Арада сүт пісірім өтпей-ақ, бұлақты құлдай, арқан бойлап, созыла қонған 5 үйдің үшеуінде дауыс көтерілді. Шерлі жоқтау. Балаларынан өткен жылы, арғы жылы, одан арғы жылы қаралы қағаз келген. Қайғысы арылмаған, енді тыныштық күні бар зары қайта қоздаған бейбағаналар. Әжем бергүйден үн шыққандақ кемсеңдей бастап еді, атам зілсіз зекіп, тыйып тастады. Бастама жаманырымды деген. Өлген адамды ғана жоқтайды. Жарар, деген келер сәтте. Жалғыз жылатып қоямысың. Барып, көрісіп, шер тарқатып қайт. Кешке қарай бүкіл ауыл азан-қазан болды. Тақау маңдағы шөпші, малшы ауылдардың құрықұстар еркектері ойбай бауырындап, ат қойып келе бастаған. Жылау сықау көбейе түсті. Әйелдер кезекпе-кезек көрсет, дауыс айтып, жоқтау айтып, ағыл-тегіл аңырайды. Әркім өз қайғысын айтады, бәрі жиылып, бүкіл ел қайғысын айтады. Ойынның берекеті қашты. Немісті жеңетін соғыс тартпады. Әйгүлікпен әткеншектің реті жоқ. Асықтың, топтың қызығы қалмаған. Не ұзап шығалмай, не тыным таппай, ауылды төңіректедікте жүрдік. Балалардың біразы жылапталды, ағалары, көкелері өлген балалар. Үйіне қара қағаз келген балалар. Әскержан екеуіміз жылағамыз жоқ. Біздің ағаларымыз өлмеген, қара қағаз келмеген.
Біздің ағамыз тірі. Дейді Әскержан, көзі жысырап. Тірі ғой, тірі. Тірі деймін мен де, жылағым келмей. Ағаларымыздың өлмегенін, тірі екенін бұдан бұрын соғыс бітпей тұрғанда да айтып жүретінбіз. Мен ағамды көрдім, дейді Әскержан. Ағам соғысқа кеткен кезде мен 2 жаста болғам, көрдім. Мен көргем жоқ, өз ағамды. Қайдан көресің? Сен тумай тұрып әскерге кетсе, соғыс емес, ойынға кеткен дейді әжем. Сен іште жатқанда. Ол кезде немісті мақтайтын ылғи, дос болатын. Бірін-бірі мақтап, дос болып жүріп, сый салмады ғой ақыры. Өз жерінде талқандаймыз депті Совет. Ал Керман қашан талқандайды деп қарап тұрмаған. Кіргенде кеткен орыстың жеріне. Басталған содан соң қырғын соғыс. Қауға түскен өрттей ер азаматты түк қалдырмай жанмай берген. Бірақ менің ағам тірі. Тек соңғы кезде хат жазуға қолы тимей жүр. Менің ағам, дейді Әскержан. менің ағам. Ағасының қандай болғаны туралы айта бастайды. Әнші болған, күйші болған, балуан болған, жомарт болған, керемет болған. Ағасын түгескен соң тәтесіне көшеді. Сұлу болған, ақылды болған, таңдап алған. Мен білем, ағасы ағасы емес, тәтесі тәте емес. Ағасы көке, тәтесі апа. Әскержан атасы мен әжесінен емес, сол екеуінен туған. Көкесі әскерге кеткен жылы, апасы боранды кеште қойдың алдынан шығып, адасып, үсіп өлген. Содан бастап хабар жоқ. Көкесінен, яғни ағасынан. Мен сияқты, ол да атасы мен әжесінің қолында өсіп жатыр. Мен сияқты. Мен білем, ешкім айтпаса да. Мен атам мен әжемнің баласымын. Бірақ аға деп жүргенім, көкем. Ал ауданда, біздің ескі үйде, кәрі шешесімен бірге тұратын, анада ғана келіп кеткен. Оңашада мені құшақтап сүймек болған. Сол бөтен тәте емес, туысқан. Соғыс бітті. Енді менің ағам қайтып келеді, дейді Әскержан. келе жатыр. Менің ағам да келе жатыр, Дедім мен. ертең келеді. 1 айда келеді. Арада 1 ай өтті, әрең өтті. 2-ші ай туды, әрең өтіп жатыр. Бітуге тақады. Сонда ғана келіпті, қайтып жатыр деген хабар естіле бастады. Кеңсе басынан, аудан орталығынан. Ақыры біздің ауылға да есе тиді. Әскержанның ағасы келіпті, Дескен балалар. Туған ағасы емес, туысқан ағасы екен. Туысқан болғанда да тым алыс, аталас қана. Бірақ ағасы. Кеткеніне көп болмаған. Осы өткен қыста ғана шақырылыпты. 18-ге толысымен. Барғаны анық. Соғысқа қатысты ма, қатыспады ма, белгісіз. Әйтеуір аман келіп отыр. Біздің ауылда әскерден қайтқан 1-ші адам. Біздің ауылда емес, көрші колхоздан. Енді ағайындарын аралап жүр, сәлемдесіп, қуантып. Әскержанның үйі бұлақтың етегінде, көз көрім жерде. Атам, әжем үшеуміз жаяу бардық. Қараша үйдің төңірегі қараң-құраң. Рақымбек ата жарқыратып бір қойын жығып салыпты. Терісін сыпырып жатыр. Әскержанның туысқан ағасы жап-жас жігіт екен.
сап-сары ала киінген, киімі түгел жаңа, аяғында былғары етік. Киіз үйдің көлеңкесінде бұзау тулақ үстінде отыр, алдында Әскержан. Қасында осы ауылдың сәлем беруге келген 3-4 адамы. Біз жақындағанда созалаңдап барып орнынан тұрды. Атам төс түйістіріп бауырына басқан. Әжем құшақтап бетінен сүйген. Әскержанның соғыстан қайтқан туысқан ағасы тулақ үстіне қайтадан отырып, әңгімесін жалғастырды. Бара сала кіріскен, шетінен қыра беріпті. Бір қолында автомат, бір қолында пулемет, тиген жерін опырып түседі. Жау бет қарай алмай, тым-тырақай қашып, Берлиннің түбінен бірақ шығады. Енді осы Берлинді алу керек. Берлинді алса, соғыс бітеді. Ала алмаса, жау күш жинап, біздің Москваның түбіне дейін қайта қууы мүмкін. Міне, мәселе қайда? Әрине, біздің солдат майданның ең ауыр шебіне түседі. Танктың үстіне түрегеп тұрып, кірдім дейді жау ордасына. Жеңдік, алуға тақадық. Енді жарты күн, 2-3 сағат соғыссақ біткені. Міне, дәл осы кезде біздің солдат жараланады. Ерегескендей тура аяқтан. Солдат құрым етігін шешіп, сары шұлғауын шұбата тарқатып, галифе шалбарының балағын көтеріп, балтырын көрсетті. Түймедей ғана тыртығы бар екен. Тап-таза, жып-жылтыр, етімен ет болып тұр. Мұндай жарақаттың біреуі менде де бар еді. Тура балтырымда. Секіріп ойнап жүргенде шийгіріп, қотырланып, әрең жазылған. Орны әлі тұр. Оқ тескенге ұқсамайды. Міне деді Соғыстан қайтқан солдат. Осы жарақаттың кесірінен өзім бастап кірген Берлиннің төбесіне өзім ту тіге алмай, қолға түсіп тұрған герой атағынан айырылдым да қалдым. Әжем аялы көзі қаймышықтана жасаурап, сәл-пәл демеге отырып тыңдады. Атам үнсіз бас изеді. Қалған жұрт қауқылдасып жатыр. Бірақ әңгіме тыңдап, қасап қырғыннан аман қайтқан тірі адамды тамашалап отыра беруге уақыттар. Үлкендер шаруа жөнімен түгел тарады. Кешке келеміз дескен. Осы ауылдан таяу төңіректен жиналған 7-8 бала үй іргесінде біраз ойнаған соң бұлақ басына салқын саялы шілік тал арасына қарай ойысқан. Әскержан туысқан ағасының қасынан шыға алмады. Аузына қарайды да отырады. Үсті басын сипайды. Ананы мынаны сұрайды. Мен де кете алмадым. Сипағым келеді, сұрағым келеді. Менің ағамды көрді ме екен? Өзі көрмесе, басқалардан естіді ме екен? Бірақ сипалауға да, сұрастыруға да батпаймын. Әскержан сұраса деймін. Мадиярдың ағасын көрдің бе деп. Мадиярдың ағасы қашан келеді деп. Ал ол мүлде ұмытқан. Менің барымды, менің ағам хабарсыз кеткен. Бәрін ұмытқан. Өзінің туысқан ағасынан көз ала алмайды. Алдынан түсіп, арқасына асылды. Аяғын салбыратып, мойнына мінді. Иығынан сипап, шашын салалап отыр. Мен ашулана бастадым. Ағасы жалығып кетті. Немесе шаршады. Түсе ғой Әскержан деді. Мына бала екеуің ойнаңдар деді. Әскержан солдаттың мойнынан түсті. Бірақ ойнамады. Ойынға зауқымыз соқпады. Бұрын екеуден екеу ойнайтынбыз. Қанша ойнасақ жалықпайтынбыз. Енді ойнағымыз келмеді. Шек қарыны ақтарылып, басы үйітіліп жатқан қойға қарап тұрмыз. Бүйрек пісіріп жеңдер, деді Әскержанның атасы. Мә, екеуіңе 2 бүйрек. Шыбыққа шаншыңдар да, отқа қақтап жеңдер. Алмадық, жегіміз келмеді. Күресіңдер, деді Әскержанның ағасы. Менің күрескім келмеді. Әскержанның да ықыласы шамалы. Соған қарамастан Әскержанның ағасы бізді жер ошақтың басынан
аулағырақ алып барып ұстастырды. Екеуіміздің де күрескіміз келмей тұр. Бірақ өзі үлкен кісі, өзі соғыстан оралған батыр солдат, айтқанын орындау керек. Көңілсіздеу болса да ұстастық. Әуелде жай жүріп едік, аздан соң шындадық. Бұрын көбіне мен жығатымын, үнемі дерлік мен жығатымын. Енді ағасы соғыстан оралған, күшейіп кетіпті. Тепе-теңбіз, тіпті еңсеріп барады. Бірақ мен шалысқа шебер едім. Әскержан қайткенде де жығам деп тасыраңдап кетсе керек, іштен ілдім. Көкшымға екеуіміз бірдей құладық. Қатар түскеміз, қатар емес. Мен үстіге жуық түскем. Бірақ әскержан әл бермеді, көтеріліп кетті. Аз ғана ет шығыстан соң астыға мен түстім. Етпет деп. Аудар. Жауырынын жерге тегіздейді солдат әскержанға дем беріп. Мен ыза болдым. Тізердей көтерілдім. Бірақ сол сәтінде үстіден ауыр салмақ басып, қайтадан етпеттей жығылдым. Сонда ғана білдім. Төреші болып, еңкеңдеп жүрген солдат әскержанға көмектесіпті. Жаңа ғана емес, манадан бер. Көзіміз түйісіп қалды. Тісі ақсиған, езуі ашылған. Аяғынан атып жығып, Берлиннің төбесіне жеткізбеген жауы мен сияқтымын. Бірақ көзіміз түйіскен сәтте жүзін тайдырып әкетті. Әскержанды демеп жатқан қолында тартып алды. Мені шықына бақырып, әскержанды көтере түрегелді. Жұлқына тарпып, босап шықтым. Әскержанда басылып қалды. Қайта күресіп едік. Бұл екі ортада манағы бүйрек пісіп тұр екен. Екеуімізге екеу. Әскержанның әжесі қолымызға ұстатты. Біреуін өзінің баласына, біреуін маған. Шыбық басына шаншылған, шоққа қақталған тәтті бүйрек. Сырты қабара қызарып, майы тамшылап тұр. Әскержан үрлеп суытып, шетінен тістеп, аузым күйет деп қорықпай апыл-ғұпыл жей бастады. Оған жақсы, ағасы келген, әбден күшейген, күреседі, жейді, жүгіріп ойнайды, бақытты. Ал мен күрес алмадым, жей алмаймын. Тәтті бүйрек, майлы бүйрек болса да, қарным ашып тұрса да, жегім келмейді, ойнағым келмейді. Менің ағамнан хабар жоқ. Өлі тірісі белгісіз. Мүмкін өліп те қалған шығар. Тірі адам хат жазады. Өлмеді. Өлмесе де хат жазалмаған. Хат жазалған кезде хабары жетті. Жаз ортасы ауа, шілденің соңында, күз түсе. Қыс бойы ай арылатып, үздік создық хат келіп тұрды. Тірімін дейді, қайтамын дейді. Демалысқа сұрандым, босатпай жатыр дейді. Хат келген соң атам екеуіміз қуандық. Тірімін, қайтамын дегенге. Әжем жылап алды. Босатпай жатыр дегенге. Ал әскержанның ағасынан ешқандай хабар жоқ. Өлі тірісі белгісіз. Сірә тірі болса керек. Өйткені өлді деген қара қағаз келген, Садақ ағаның өзі де тірі болып шықты. Біздің аталас туысымыз. Сонда қара қағаз келген Садық аға тірі болып шыққанда, әжем айтқан әскержанға, сенің ағаңда тірі деген. Өлгендер тіріліп жатқанда, тірілер қайда кетпек? Жүр бір жерде. Сонымен қыс өткен. Менің ағам көктемде келді. Жайлауға әлі шықпағанбыз. Төл алып болған, қыстау іргесінен ұзап барып қана қонған кез еді. Көкектің аяғы. Ауданға келіп түсті деген хабары жеткен соң, қос атпен барып, атамның өзі алып келді. Әжемнің қалай жылағанын, менің қалай қуанғанымды айтпай-ақ қояйын. Қуанған жалғыз мен емес, жылағанда жалғыз әжем емес. Бүкіл ауыл болып жылап, қуанды. Біздің үй 2-3 қой сойды, көкпарға лақ берді.
Атам мен әжем мені ұмытты. Соғыстан келген ағам басқа жұрттан босамайды. Шақырып, алдына алса, көп отырмай тұрып кетем. Той біткенше бұлың бұлдыр сағым ішінде жүрдім. Еміс қана есімде. Ел тарқаған күннің ертеңіне таңсыз бере ояндым. Төр алдында 4 қабат сырмақ үстіне салынған төсекте ағамның қойнында жатыр екем. Іргеден қозы маңырайды. Жас шөп иісі келеді. Бас жақта кереге ұшына ілінген ұзын сұр шинелдің етегі салбырап тұр. Қолымды созып сипадым. Содан соң атамның жастық орнына салынған қаусыра бүктелген күпісіне тұмсығын тыға, қорылдамай, пысылдамай, тып-тыныш ұйықтап жатқан ағама қарадым. Өліп қалған жоқ па? Өлмепті. Бір қалыпты демалады. Тығыла түстім. Бауыры жып-жылы. Қолымды қайтадан созып, шинелдің етегін ұстадым. Таң әбден атқанша күн көтеріліп, жұрт тегіс оянғанша оттан да судан да аман өткен. Шалғайы оққа ілінсе де өңірі жыртылмай, жақанымнан асып, ауылға аман жеткен сұр шинелдің етегін сипаладым да жаттым. Сол күні Әскержанның үйіне қонаққа бардық. Ағам екеуіміз. Кеше шақырып келіпті. Рақымбек ата қол қусырып қарсы алды. Үйге түсірді. Бата жасатып, боз тоқтысын шалды. Ет асылды, шай қайнады. Көк шөбі бұрқыраған тепсеңде, шаңырағы түрі ашылған қоңыр үйде, дастархан басында отырдық. Рақымбек ата, әже, менің ағам, мен, және ағасы қабарсыз кеткен Әскержан. Әскержанның атасы көтеріңкі отырды. Әжесі жылаған жоқ. Же, қарағым же дейді. Бар дәмді менің ағамның алдына тарта береді. Ей жарқым-ай, бір шек болып қалғансың ғой, түге, тамақты көп іш, тез оңал дейді. Әскержанның атасы соғыс жайын сұрайды. Шырағым, ендігі балаға тыныштық болсын деп тілейік, дейді. Әскержан үндемейді. Көзі жалтырап, менің ағама қарай береді. Менің ағама қарайды да, маған қарайды. Аға, мынаны жеңіз. Аға, мынау тәтті дейді. Дастархандағы ірімшіктің ішінен бұратыла біткен сап-сары кезектерін таңдап, менің ағамның алдына қарай жылжытып. Мана ауыл сыртында қой қайтарып жүргенде дуадақтың жұмыртқасын тауып алған екен. Қос жұдырықтай, үлкен, шұбар жұмыртқа. Әжесі шәугімге салып, пісіріп қойыпты. Әскержан өз қолымен аршып, тұтасымен менің алдыма тартты. Же дейді. Мен ертең тағда тауып алам. Ет келгенде де жіліктің үлкені маған тиді. Сен қонақсың дейді. Ағаңның қасында жүргенде қарның ашып қалмасын. Шынымда да ағам келгелі дұрыстап тамақ ішпеппін. Менің ағам келгелі Әскержанға да ас батпаған сияқты. Жұрттың бәрінің ағасы келіп жатыр. Қайда оның ағасы? Айтпаса да біліп отырмын. Қара қағаз келгендердің өзі тіріліп жатыр. Хабарсыз кеткендер де қайтады. 42-нің көктемінде кездейсоқ ұшырастық, дейді менің ағам. Мен госпитальдан шыққам. Ол жаңа ғана келіпті. Соңғы рет Харьков түбінде үлкен шабуыл алдында көрдім. Одан соңғысын білмеймін. Кейін әрқилы жағдайда кездескен жігіттерден тегіс сұрастырдым. Жамандығын көзімен көрген ешкім жоқ. Ол бағытқа түскендердің көбі хабарсыз кетті. Хабарсыздың біразы тірі қалды. Шыны осы. Бір жерде аман есен жүруі қашап емес. Рақымбек атаның да, Қауан әженің де бетіне қан жүгіріп, өңейіп қалды. Біз атқа мінерде жадырай қоштасты.
Тек Әскержан ғана төмен қарап тұқыра берген. Ағаң тірі, қайтып келеді Дедім мен жаным ашып. Қайтып келмеді. Сол хабарсыз күйінде жоғалған. Ақырғы хатын жазған күні 19-ға жаңа толған екен. Қазір Әскержанның өзінің жасы 20-ге келді. 7-8 бала өсіріпті. Немере сүйіп ата болыпты. Тұрмысы жақсы. 4 құбыласы сай деседі. Бірақ көкірегінде жазылмас жара барына мен күмәнданбаймын. Әкеден жастай айырылдым демейді. Атасы 80-нен асып, күні кеше ғана өтіпті. Анасыз өстім демейді. Әжесі жетімдік көрсетпей өсіріпті. Ағасыз, жағасыз өттім демейді. Інісіз, тыныссыз кеттім дейді. Болмаған, бірақ болуға тиіс тағдырын елестетеді. Ағасы бар адам атаулыға, тіпті ағайынды қарттардың өзіне қызыға қарайды. Жалғызсыраған, жабыққан, шаршап шалдыққан кездерінде сонау апат жылдары өртке кеткен, қазір өзінің ортаншы, ұлынан да кіші болып қалған қайран ағасын еске алады. Оған да тәуба. Кәрі әкесі өлген күні шаңырағы құлап, түтіні өшкен, еске алатын ешкім жоқ. Шәйіттер қаншама.